Құран кәрімде керемет Юсуф деген сүре бар. Балаңа оқып бердің бе? Құранда Алла түр-түрін берген ғой. Хикая жақсы көресің бе? Хикая? Бар хикая. Кейбір риуаяттарда сахабалар айтқан еді, я Расулалла, шариғи үкімдерден шаршап кеттік. Бізге бір сондай бір хикая сияқты бір Алла сүре түсірер ме екен деген. Алла да Юсуф сүресін түсірген. Және Құран кәрімде Алла Юсуф сүресінен ахсанал қасас деген. Қыссалардың ең керемет. Ахсанал қасас. Ең керемет. Қыссалардың ең керемет. Керек пе оқытуымыз? Керек. Мысалы, мына Юсуф сүресін айтып берсем, Юсуптың қалай болған уақиғаны ұмытпайды. Ешқашан ұмытпайды. Юсуп деген пайғамбар болған екен деп айтсам. Юсуп деген пайғамбарға махаббат ояна ма? Оянады. Юсуп деген атты ешқашан ұмытпайды. Солай ма? Солай. Өсиет айтқыш шешен тауып берді, тауып береді. Лұқман баласы не айтқан? Өсиет айтқан. Лұқман хаким баласы не айтқан? Өсиет айтқан. Жоқ, бізге не керек десе, әлемнің жаратылысы туралы әңгіме айтып берші десе, тағы да не бар? Аят жетеді. Әлемнің жаратылысы жөнінде, ай мен күннің, жұлдыздың, жалпы әлемнің қалай жаратылғандығы жөнінде. Алла құлым шаршамасын, жалықпасын деп не берген? Әртүрлісінен, түрлі-түрлісінен не берген? Мысал берген. Сол үшін Алла дейді, біз Құран кәрімде адамдарға қажетті мысалдың бәрін келтірдік. Демек, сіз бен біз бұны не істеуіміз керек? Міндетті түрде өзіміз үйренуіміз керек және өзгеге үйретуіміз қажет екен.